Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Қосылған жобасының кезекті шығарылымын талқылайтын боламыз. Сонымен, ортада Нұржан мен Ақерке екеуінің арасында әлі де шешілмеген мәселелер, бітпейтін ұрыстар, бір-біріне деген реніштері, қыздың да ренішті, жігіттің да реніші, Ақерке оның үстіне, оттың үстіне су құймай, оттың үстіне от құйып деген секілді қысқа киіп келген. Онсыз да екеуінің арасында қазір белгілі бір ұрыс керіс. Екеуі татуласа алмай жүрген кезде Ақерке ерексіп киіп келді ме, әдейі киіп келді ме, Нұржанның ашуына тиейін деді ме, қысқа киіп келген екен. Сол қысқа киіп келіп еді, сол біраз талқыланды жобада, барлық өздерінің пікірін айтты. Ақерке де өзін қорғап алып жатыр, сен басқа қысқа киген қыздарға дейді лайк басасың дейді инстаграм желісінде, ал мен қысқа киіп келсем маған сөз айтасың дейді. Сөйтіп біздің Нұржанымыздың аузын бір сөзбен жауып тастап жатыр Ақеркеміз. Нұржан мынандай бір сөз айтып жатыр: Ақеркеге мен үйленсем дейді, ажырасып кетем бе деген белгілі бір ойым, белгілі бір қорқынышым бар дейді. Кім біледі, мүмкін ішкі өзінің дауысын тыңдау да керек шығар деген ой ғой менде. Сонымен екеуінің арасында осындай біраз ұрыс керіс болды. Ол аяқталмай қалды. Не болды, не қойды, аяқсыз. Сонымен екеуі кетіп қалды, орындарына отырды деген ғой. Сонымен бізде Сандуғашқа үміткер келді. Сандуғаш біздің жобаның қатысушысы. Сандуғаш жалпы пікірде де белсенді емес, ешкіммен қатты ұрысып, керісіп, бір жаман сөздер айтып деген сияқты ондай ешқандай біреуге зияны жоқ, ондай адам емес. Неге үміткер келмейді? Жоба басталғалы біраз болды. Осы келген үміткерлер өте аз келіп жатыр. Жақсы қыз, білмеймін неге үміткер келмей жатқан. Сол екі ортада, Сандуғаштың үміткері келген екі ортада біздің жігіттеріміз де біреулердің бірдеңе естігендерін айтып үлгеріп жатыр. Біздің керемет ханзадамыз Нунимыз біреуден мынандай бір өсек естіпті аяулым туралы. Аяулымға үміткер келді Сандуғаштан кейін, Сандуғаштың үміткерінен кейін аяулымға келді. Сол аяулым туралы Нунидің жаңа свежий өсегі. Былай дейді Нуни: сен бұрынғы жігітіңмен кездесіп жүрген екенсің. Оны мен бір сен ұрсып қалған қыздардан естідім дейді. Қазіргі заманда қыздар емес, жігіттеріміз өсекті жақсы жинайтын сияқты ма деп қалдық. Сонымен Сатдәулетке үміткер келді. Сатдәулетке келген үміткердің жасы үлкен үміткерлер, ажырасқан үміткерлер, не себептен ажыраспаған өздеріне кіші жігіттерге үміткер болып келесің деген үлкен сұрақ менде. Не болатынын алдын ала білесіңдер. Жалпы деймін, мысалға ойбай бір адам үйленіп кетсе, екі адам үйленіп кетсе, менің де жолым болады деп ойлайтындар шығарсыңдар, бірақ келген адамға да қарау керек қой, оның талабына. Жалпы мәнсіз, мағына жоқ, текке ой мен оны көрдім, келдім деп келіп алады да сосын оларға көптеген пікірлер айтылады. Жобада отырғаннан кейін қатысушылар өздерінің пікірлерін айтады, артық сөздер кетеді, қатты сөздер кетеді. Сол сөздерді көбісі көтере алмай жобада мысалға көңілкелер түсіп қалады. Жаңағы Сатдәулетке үміткер келді ғой, сол Сатдәулетке үміткер келген кезде бұлардың бүкіл нелері басталады. Әлгі ана жақтан біреуді қазып алып келеді, мына жақтан біреуді қазып алып келді, мына жақтан бір видео дайын тұрады, өсек дайын тұрады. Сол екі ортада Сатдәулетке былай дейді: сен Арунаға мүмкін сезімің бар шығар, жүрегің бос емес шығар, Арунаға сен сезім білдіріп жүрсің ба деген сияқты айтып жатыр. Бірақ Аруна айтты: Сатдәулет маған жігіт ретінде жалпы мен оған қарамаймын, ол маған сезімін білдіріп жүрген жоқ, екеумізді қоспаңдар деген секілді енді айтты, барынша түсіндіріп айтқан сияқты болды. Неге оны Арунаға қосып жатыр дегенде, неге дегенде, енді шөп тұрмаса желдің басы қимылдамайды. Кешіріңіздер, жел тұрмаса шөптің басы қимылдамайды. Біз алдында көріп жүрміз, екеуінің контенттері, екеуі бір-бірін былай ойнайды, бүйтіп ойнайды. Енді жігітке қыз ұнамаса, ол қызбен қасына барып ойнамайды, бүйтіп ойнайды, бүйтіп көтеріп мына жаққа қояды, тағы бірдеңе деген сияқты ғой. Сол себептен көрермендер де, қатысушылар да соны айтады, көргенін айтады деген сияқты ғой. Көргенін айтамыз біз. Біздің арамызда ештеңе жоқ, ойбай деп әйтеуір оларды бәрін жоққа шығарып жатыр. Бірақ барлығын уақыт көрсетеді. Сонымен біздің жобаға жаңадан келген Исламға үміткер келді. Бұл келген үміткер сезім бағы деген тағы да бағдарлама бар ғой. Сол жерде үміткер болып келген қыз қайтадан біздің қосылар жобасына, сезім бағынан қосылар жобасына үміткер болып келді. Кетеді, ешқандай айтатын да талқылайтын да ештеңе жоқ бұл жерде жалпы. Сонымен бізде Абылай, жобаның қатысушысы Абылайға үміткер келді. Келген үміткерлер, Абылайға келген үміткерлер барлығы ренішпен кетеді. Барлығы ол дөрекілік көрсеткен,
өзінің тағы бір жақсы жақтарын көрсетпеген. Жалпы үміткерлердің барлығы келген ешқайсысы Абылай туралы жақсы сөз айтқан емес. Енді бұдан біз не деп ойлаймыз? Демек, бұл жерде мәселе үміткерлерде емес, Абылайда. Сондықтан неге осындай пікір болды деп, Абылай өзінен өзі көру керек, өзі ойлану керек. Көптеген пікірлер неге жағымсыз деген секілді ғой. Ол жарайды, өзіне қалдырдық. Сонымен біздің шығарылым осымен бітті. Жалпы алып қосарларыңыз бар болса, әрине комментарияға жазып кетіңіздер, қай пікірмен келісесіздер, тағы да кімді ұмытып кеттім, қай қатысушыны ұмытып кеттім, қай қатысушыны толығырақ не білгіңіз келеді, барлығын әрине комментарияға жазамыз, пікірлерімізді лайкты аямаймыз. Кез келген комментарий кім туралы, қай қатысушы, мүмкін бір белгілі бір қатысушы туралы тереңірек білгіңіз келетін шығар, мүмкін белгілі бір қатысушы туралы бір разбор жасау керек шығар деген секілді ғой. Әрине өздеріңіздің пікірлеріңізді комментарияға жазып кетіңіздер, көреміз, қараймыз, талқылаймыз. Келесі кездескенше.